Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында оңай жасалатын пирог жасайтын боламыз. Алдыменен 4 жұмыртқамды миксерлеп аламын. Қантымды қосып отырамын. Жайлап араластырып отырамын. Көпіру керек жақсылап. Енді сұйық майын шетінен қосып отырамын. Бөліп араластырамын. Міне осындай көпіріп жақсылап көпіру керек. Енді бұған көк шайымды тындырып қойып, шетінен құйып отырамын. Көк шай бұл кәдімгі шай ішетін көк шайымыз ғой. Демдеп қойғам, соны шетінен тындырып қосып. Тындырып тынығын құям. Заваркасын салмаймын. Қайтадан миксерлеймін. Енді бұған ұнымды сеткадан өткізіп, бұған қамыр қопсытқышымды қосып араластырып жіберемін. Разрыхлитель жайлап. Енді бұны мен қолменен араластырған дұрыс, қолменен араластырған жақсы шығады. Қолменен араластырамын. Екі шыны ұнымды. Жақсылап араластыру керек, түйіршік қалмау керек. Біркелкі шығу керек. Тағы да екінші кеседегі ұнымды сеткадан өткіземін. Араластырамын. Бір жасағаннан шығады бұл. Соңғы ұнымды араластырамын. Енді бұны қысып тұрған пешке 200 градусқа қыздырып қойғам. Соған саламын. Қырық минутқа қоямын. Міне пирогымыз да дайын. Шыққайтын мен зубочисткамен көреміз. Егер жабыспаса, піскен деген сөз. Енді бұны алып, тарелкаға саламын, кесіп. Шетіне кішкене жабысыпты.
Міне осындай пирог шығады, күшті көтеріледі. Балдарым осыны сүйіп жейді. Тез-тезден дайындап беремін міне. Бір жасаған